Ассалаумағалейкум достар, ассалаумағалейкум біздің оқырман, тыңдарман, сүйікті көрермен. Бұл промо подкаст YouTube арнасы кезекті біздің ерекше шығаралым. Негізінде сөз шыны керек, бізде әрбір подкасттың шығарылымы ерекше болады. Әрбір кезекті подкаст ерекше болады. Бір күні біз студияда боламыз, Қаршыға Дәуітбекпен бір жақсы бір керемет подкаст жазамыз. Бір күні біз осындай бір Zoom арқылы онлайн подкастты жазамыз. Бір күні сендер жақсы комментарий жазасыңдар, не деген керемет подкаст, не деген керемет қонақ, не деген керемет сұрақтар, не деген керемет Исатай, Арман қазақшасы вообще зын екен, зор екен. Мен вообще негізінде Қаршыға Дәуітбекті білмеген, бірақ осы подкасттан кейін әрбір соңғы 3 жекпе-жегін көріп, все, енді мен соның жанкүйерім, фанатпын. Бір күні сендер жазасыңдар, сендер маңғұрттар неге орысша сөйлейсіңдер, араласып, неге қазақша таза сөйлемейсіңдер. В общем, бізде сондай бір арасында сондай да бола береді дейсің ғой. Барлығы тұрақты десейші, қалайсың, тұрақты Секе? барлығы. Нормально. Как обычно ғой. Бірде жұрттың көңілі шығып жатады, бірде жұрт жерден алып жерге салып жатады. Ол қалыпты дүние. Ылғи мақтай берсе, тоже онша емес. Ылғи жамандай берсе, тоже онша емес. Сондықтан нормально. Жаман, жақсы жаза берсін. Главное, чтобы комментарии были, дейсің ғой. Потому что әрбір комментарий, әрбір пікір жаман да болсын, негатив та болсын, позитив та болсын, жақсы да болсын, керемет та болсын. Бірақ әрбір комментарий бізге ол негізінен продвижение ретінде маңызды нәрсе негізінде. Сондықтан хейтер да болсын, жақсы көретін адамдар болсын, бізге барлық жағынан бізге көмек, қолдау. Айтпақшы, бастамас бұрын айта кетейін. Соңғы подкасттардың астында көп комментарий оқыдым. Витаман кезет бойынша қалай тапсырыс беруге болады, қалай заказ беруге болады. Мен сендерге қазір екі жолын айтып берейін. Ең оңай жолы осы подкасттың астына сілтеме бойынша кіріп, Инстаграмға кіріп, заказ бересіңдер, тапсырыс бересіңдер. Бұл ерелге арналған дәрумендер, витаминдер Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Ал сондай бір күрделі жолы бұл Инстаграмға кіріп, өздерін Витаман кезек поискта жазып, тауып, WhatsAppқа кіріп, и WhatsApp арқылы тапсырыс беруге болады. Вот екі жол бар. Оңай жол осы подкасттың симпаттамасында, описание, яғни астында бірінші сілтеме бойынша заказ беруге болады. Витаман кезекке үлкен бір мың алғыс, үлкен рахмет. Олар бізді қолдайды, и және де сендер оларды қолдап тапсырыс беріңдер. Дұрыс па, Исатай? Барлығы дұрыс, алып қосарым жоқ. И еще өткен подкасттың соңғы интеграциясы көп адамдарға ұнаған сияқты. Ағылшын иттің деңгейі дейсің ғой. Яғни бізге де тоже Cambridge Академия деген нәрсе. Cambridge Академия ағылшын тілі курстары. Оларға мың алғыс, үлкен рахмет бізді қолдап. Сендерді егер Алматы қаласына филиалға барып, можно офлайн оқуға, немесе Қазақстан бойынша онлайн оқуға да болады. Және де тағы қандай бір біздің спортшыларға қалай айтса да пайдасы болады Cambridge Академияның ағылшын тілінен басқасы. Болашақта барып виза алуға болады олар арқылы. Ең бастысы сол. Шетелге баруға болады олар арқылы. Сосын ол жерге барып шахмат үйренуге болады, сурет салып үйренуге болады. В общем, пайдасы көп. Екінші сілтеме осы подкасттың астында болады. Кіріп көріңдер, звондаңдар, қоңырау шалыңдар, жазыңдар. В общем, узнавайте, смотрите, қалай болады. Өз уақытын, өз бір онлайн сабақтарын таңдап, ағылшын тілін оқыңдар. В общем, все, что надо было сказать, вначале сказал. Все. Енді подкастқа көшейік енді. Все. Бізде бүгін жоспар бойынша бірнеше қызықты тақырып бар. Өткен Асу Алмабаевтың Матеус Николау жекпе-жек жайлы бірнеше айтатын ойым, менің жеке ойым бар. Исатай да жекпе-жектен кейін өз YouTube арнада бір видеоролик жазған болатын.
бірақ қазір білмеймін. Бар ма бірнәрсе қосатын сол видеороликтен кейін дейсің ғой? По-любому қосамыз ғой, айтамыз ғой. Бұл сол жерде айтылған нәрсе мына жерде айтуға болады. Ол кішкене аудиториясы әртүрлі сияқты, что-то менің түсінуімше. Және де келе жатқан октагон турнирі осы жексенбі күні Фаниль мен персиялық парсы дагестанлық Парсы Дагестан. В общем, персидский дагестанец қарсы жекпе-жек соны талқылаймыз. Біздің Алаш Прайдтың президенті Данияр Асқаров поп ММА жайлы бірнеше айтқан сөздері бар. Соғанда бірнеше бізді қосатын сөздеріміз бар. Және тағы не болды өткен аптада? Или наоборот, не болады осы аптада? Походу еске түседі ғой бірдеңе. В общем, жалпы жоспар сондай. Бастай берейік, я можем подкаст бастайын да. Че, Асу, мен Матиус Николау. Жекпе-жек қалай екен саған? Ұнады ма? Асуның жекпе-жегі? Ұнады дегенде енді жекпе-жектің өзі кішкене біртүрлі болды менің ойымша. Қалай болғанмен Асу жеңді по факту. Но как будто бы бірінші раундта ашыла алмаған сияқты, тым бір сенімсіздеу болды ма, кішкене қарсыласына бата алмады ма, сезіліп тұрды да. Өйткені прям екеуі бір-бірін қашықтықтан просто түрткілеп жүріп алды да. Прям на уважение слишком. Кішкене басы кішкене нервный болды да. Николау да кішкене бата алмайды. Ну, Николау понятно, ол кішкене контравик қой, негізі контр постоянно. Асу кішкене жүріп қалды да, даже угол естісең, там проход, анау-мынау деп айтып отыр да, но Асу толықтай жасай алмады. Енді уже негатив жайлы айтатын болсақ, сосын Асудың күресі өтпегені ұнамады маған, например. Иә. Ну, объективно именно вот тейкдаунға келетін болсақ, өтпеді. Ойға түйетін дүние. Анау ше гильотина жайлы не дейсің? Гильотина сондай бір опасный болды ма? Қауіп жақсы алдым ойынды, я по факту, но Асу тоже сезіп тұрды да. То есть в целом, мынандай рабочая ситуация, қатты не болған жоқ. То есть көріп тұрды и удушающий жүріп атқан жаққа қарай бүйтіп жамбасын көтеріп жүріп отырды да. Мына жерде кішкене пространство создавать еді, демалуға болатындай. Иә. Сондықтан нормально деп ойлаймын. В целом опасно, конечно, но Асу ондай жерлерден қалай шығу керек екенін біледі. Жекпе-жектен кейін Асу Дана Уайт, Мейнард, Шон Шелби, тағы кім бар, барлық матчмейкерге айтқан болатын, маған титул жекпе-жек беріңдер, мен лайықтымын. 4-0. Қазір мүмкін осы, білмеймін, қазір рейтингті топ 10-ға точно кіреді осы жекпе-жектен кейін. Сен қалай ойлайсың, Асу негізінде титулға лайықты ма? Енді мынандай дивизионда лайықты деп ойлаймын. Өйткені қара, соңғы екі претендент алайық қазір, Эрцик 10-шы орыннан бірақ алды титульный. Кая Сакура вообще дебютант. А Сакураның еще 57-те төбелеспеген, соңғы жекпе-жектерінде білесің ба, 61 төбелескен бала. Ондай момент те бар. Сондықтан олай деуге негіз бар, но егер мысалы Эрцикті алып қарайтын болсаң, ол 3-0 болып тұрды ол кезде, окей. Ол қатты маңызды емес. Ол Австралия нарығының өкілі, үлкен нарықтың өкілі. Номерной турнирлер өтетін, төлем қабілеті жоғары аймақтан шығып отыр. Асакура да сондай, оның аудиториясы үлкен, оның ютубы пәленбай миллион, инстаграм пәленбай миллион, жекпе-жектері қаралым дегенде сұмдық жинайды. Сосын Жапония үлкен нарық, плюс өзің түсініп отырсың, қазір Жапония нарығын дамыту, нарығына кіру мүдделі. Иә. Ал Асудың артында ондай база жоқ. Мен мысалы топ 15-тегі жігіттерді қарап шықтым, қазір на победный серии, нормальный победный сериямен келе жатқан топ 15-те 3-ақ жігіт екен. Альбази 5-0. Қазір Маринамен төбелеседі келесі апта, 2 аптадан кейін. Сосын кім? Бруно Сильва, оның 2-ші орында ма? Ода 4-0, 4-еуі де досрочка. И біздің Асу 4-0. Қалғандарында там, әрі кетсе 2-0 біреулер бар, в основном после поражения или 0-1, 0-2 деген сияқты. Сондай да. То есть более-менее победный серия залар 3 адам рейтингте. Только рейтингті алатын болсақ.
Сондықтан, конечно, ол по факту айта алады. Мыналарға беріліп жатыр, мен де алаяқпын деген сияқты. Но мынандай факторларды ескере отыра, плюс стиль, көрдің бе? Давай так, андай бір зрелищный болған жоқ да, жекпе-жек там. Ондай факторлар да әсер етеді ғой. Сондықтан асу ол андай бір екінші Макаевқа айналып кетуі мүмкін да. Негізінде сөз шыны керек асу менің ойымша лайықты титулға. Өйткені осы сен айтқандай Кай Асакура бірден сразу титул жекпе-жек өткізеді екен. Оны түсінеміз. Жапонияда Кай Асакура үлкен жұлдыз. Бірақ 57 килограмм істей ала ма? Менде үлкен сұрақ туып жатыр. Басқалар білмеймін қазір вообще. Бар ма, жоқ па? Кай Кара Франс бар, тоже Австралиядан үлкен бір нарығы, үлкен бір просмотр жинайтын адам сияқты. Бірақ қара, осы жекпе-жектен кейін білмеймін, асуға менің ойымша топ 5 кім бар да топ 5-те? Қазір давай ашайықшы рейтингті. Кім бар, кім жоқ дейсің ғой. Менің ойымша осы келесі жекпе-жектер егер рейтингте болса топ 3, топ 5 қиындау болатын сияқты. Осы соңғы жекпе-жектен кейін асу айтқан, что там травма алған бірінші раундта па или екінші раундта ма, сол үшін сондай не так он подрался, в общем, говорит, что травмасынан ба. Бірақ травмасыз все равно қара. Барлығы білет уже, асудың күресі бар. Матеуста, Николау ол да білет. Хорошо защищался. Жақсы бір қорғады менің ойымша. Ол басқаларда тоже білет, что асуда сондай күрес бар. Жай ғана күрес, жай ғана проход там. Бір аяққа проход уже өтпейді менің ойымша. Келесі жекпе-жектері. Сондықтан нужно что-то новое уже придумывать. Вот осы жекпе-жекте мен мысалы асудан ешқандай бір какие-то, знаешь, вот новые новинки, что-то такое, новая техника көрген емеспін. Көрген жоқ. Там с вертушки ударил, жарайды базары нет, там левый хук там дал в размене. Түсінемін, ол да бар, да. Бірақ қара, менің ойымша асудың дәл қазір, дәл асудың формасы өткен бір Fight Nights-та, өткен Brave-та, помнишь, это Зак Маковский, да? Вот дәл сондай формада қазір. Ол не ниже стал, не выше стал, дәл сол формада. Білмеймін, вот мен өткен подкастта тоже айттым. Маған да проспорттан бір журналист сұхбат ретінде бір сұрақ қойған, Асолмабаев жайлы не дейсің деді. Я говорю, Килл Клифф асуға менің ойымша сондай бір жақсы зал емес екенін айта кетейін. Өйткені Килл Клифф барлық жетпей, көбінесе, білмеймін, там 60-70% бұл жарты орта салмақтың спортшылар. Яғни 77-84 деген, 84 килограмм деген спортшылар. Оларда мұхачтар жоқ қой. Кім бар оларда? Камару бар, Бёрнс бар, Висенте Люке бар, тағы басқалар бар, Шафкат сол жерге барады. Мен ойымша сол зал асуға, мүмкін асуға, не подходит, наверное. Как ты? Қалай ойлайсың? Залдан бұрын менің ойымша мәселе тренерде. Өйткені тренерлер қалай дегенмен слишком ауырды. Именно по весу, то есть тренер тяждар, негізі тяж, средний вестер, мысалы Генри Хуфтың өзін алып қарайтын болсаң, спарринг партнер зал негізі мұхачтарға бейімделген зал керек деп есептеймін. Көрдің бе? Сондықтан ең алдымен сол, зал ауыстырсаң, уже логично сен тренерді ауыстырасың, дұрыс па? Иә. Бұл байқалып отырған нәрсе, негізі потолок өзінің шыңына тірелді да, ары қарай как будто бы тесіп өтілмей жатқан сияқты. То есть потенциал бар, бірақ әлі де тесіп өтілмей жатқан сияқты болып көрінеді. Мысалы Николауға былай төйлесе, условно сол Морено, Ройволдармен қалай төйлеседі деген сияқты. Олармен төйлесу үшін реально сен бір сағатта секіруің керексің да уже. Сондықтан екеумізде өткенде сөйлесіп едік қой, мысалы мұхачтардың залы бар, ұмытып қалдым. Фейбер, American Top Team, Team Alpha Male, American Top Team, сондай бірдеңелерді қарап көру керек шығар.
көбірек бұл көрдің ба, бұл уже мәселе неде емес қой, что вот жаңа бір ештеңе үйренбейді асу, по Иә. большому счету. Бұл жоғары деңгейдегі спарринг партнерлерге байланысты. Именно сенің весіңдегі М. 57-61. Вот сондай адамдар көбірек жерге барған жөн шығар деп есептеймін. Енді мысалы келесі қарсылас ретінде тоже түсініксіз да кім екен. Негізі мына 57-ні алып қарасаң, сол бір 15 адам бір-бірімен төбелесе берген ғой. Иә. Условно қазір ондыққа кірсе, келесі соперник ретінде кімді беруі мүмкін? Қазір более-менее жақын тұрғандардан там Элиот босс, Эрцег босс, но уже там Кайкаран берсе фантастика менің ойымша. Кайкаран бермейді. Ройвол жаңа ғана төбелесіп шықты, тоже босс. Иә. 5-ші орында тұрған Тайра босс. Рамазан айына дейін, скорее всего, осылардың біреуімен төбелесіп алуды көздеу керек. Но асу реально 57-де қазір жаңа қанды, жаңа толқын. Иә. Өйткені мыналардың реально қазір топ 15-ті алып шықсаң, почти бір-бірімен төбелесіп шыққан просто. Сондай бір дивизион. Марена, Ройвол, Кайкара Франс, КП бір-бірімен барлығы төбелесіп шыққан. Сондықтан жаңа осы тусовкаға жаңа біреуді енгізу керек та. Тайраны енгізіп еді, Ройволдан өте алмай қалды. Сондықтан Ройволды берсе тіпті сказка. Өйткені Ройвол қара в целом алғашқы топ 5-тегілердің барлығымен төбелесіп шыққан. Марена мен Альбази төбелеседі қазір. Маренамен ол төбелескен, 3-ші орында Кайкара тұр, Кайкарамен төбелескен, Тайрамен төбелескен, например. Николаумен төбелескен, ол 7-ші орында тұрған, и так далее кете береді. То есть более-менее рейтингте төбелеспеген, сол асу қалып тұрды. Бірінші нөмірді өсе тіпті сказка, но білмеймін қазір смысл, мысалы 3-ші орында тұрған, 4-ші орында тұрған кешіңіздер Кайкара мен Ройволды қайрадан төбелестіру. Иә, ешқандай логика жоқ қой. Жаңа бір проспект керек қой. Асуанбаев жаңа проспект менің ойымша. Әбден мүмкін. Тағы бір сұрақ менде. Сен өткен сол жекпе-жектен кейін телеграмда жазған болатын, сол төрешілер запискалар бойынша. Бір төреші әрбір раундты Николауға берген. Бірінші раундты Матеусқа берген, екінші раундта Матеусқа берген, үшінші раундта Матеусқа берген. 2-1 да, бір төреші. И содан кейін еще нокдаун бойынша сені жазған. Соны маған егер айтып берсең, және де біздің көрермендерге айтып берсең. Бұл негізі өте қызық нәрсе, менің ойымша, меніңше. Жоқ, мен төрешілердің запискасын просто былай тез қарай салған ғой, дұрыс түсінбеген екен. То есть по факту там екінші раундта ғана берген, барлық төреші бір ауыздан. Бірінші мен 3-ті асу алған. То есть, нормально. Мен просто өзім дұрыс түсінбеген ғой, ол факт, ол момент. Неге қатысты просто мысалы есіме түсіп кетті да, сол Жолдошбек пен Дастанның жекпе-жегінде есіңде ме? Ойбай, ауыздары көпіріп барлығы нокдаун 10-8 деп дәлелдеген есіңде ме? Иә, ол білем. Но бұл мне, пожалуйста. Иә, вот қара, в целом Дастан жеңіп тұрған раунд просто бір ғана нокдаун, одан раунд тұрлап ала алмайды. Иә. Ана жерде асу не істейді? Нокдаунға құлатады, еще полностью бір раунд соның үстінде өткізеді, и то оған 10-9 деген есеп қойды. Вот, пожалуйста, ойланыңдар. Вот, мен әдейі жаздым да, что Сұлтан мен Дастанның арасына жекпе-жек сол соны барынша бір қорғаған адамдар үшін. Даже UFC-де солай төрешілік етеді. Сендер мына жерде бокстың ережесін тығасыңдар, апарып 10-8 дегенді естіп алған болмайды. Иә, 10-8 бокста тоже, по сути, әрбір жекпе-жектегі бере бермейді ғой. Егер сен, допустим, там, если ты выиграешь раунд, сонда берет, егер еще и нокдаун, если еще сделаешь, там тоже, по сути, есть свои эти моменты. Но вообще негізінде төреші арасындағы менің ойымша сондай бір қатса да недопонимание бар, менің ойымша. Өйткені әрбір төреші по-разному судит. Егер бір төреші, мысалы, там больше там күреске қарайды, бір төреші, мысалы, там больше ударкаға қарайды. Сондай бар. А так, тоже бір какой-то единый бір стандарт жоқ сияқты. Жарайды. Асу Алмабаев тағы бар ма бір нәрсе айтатын? Жоқ, ары қарай, что там по теме. Еще тағы мен айта кетейін. Мне нравится, что Асу взял микрофон, вызвал, вызов тастап,
Но опять-таки повторюсь, маған ұнамайды егер там спортшылар жекпе-жектен кейін біреуді атамайды. Мысалы там Исатай Мадиев, Арман Абдрахманов келесі сен боласың. Жай ғана айтып маған титул беріңдер, Дана Уайт маған титул беріңдер. Мүмкін Асу ренжімесін, бірақ Дана Уайтта тек қана матчмейкер ғана Дана Уайт білмейді Асу бар екен деген, UFC-де. Қаншама боец, қаншама, сол Дана Уайт қайтатын менің ойымша дұрыс емес ау, бірақ осы нәрсе там СМИ арасындағы, медиа арасындағы, по-любому будет, кто-то будет разокидывать и так далее. Ол нәрсе дұрыс. Бірақ менің ойымша ең дұрыс жолы бұл біреуді атау. Мысалы, келесі сен боласың. Или, ей, вы что творите? Кая Сакура ни разу не дрался. Тот, блядь, тоже ни разу не дрался. Вы что даете? Я вот тут 4-0. Давайте мне. Вот так как-то больше дерзости какой-то надо, знаешь. Или біреуді атап, мысалы. Перес, не знаю. Кто там бар? Таира бар, там, тағы басқалар. Өйткені бізге де тоже бұл маңызды нәрсе. Біз там блогер ретінде, медиа ретінде біз айтамыз, о, қара, Асу вот осы Ройвалмен егер шықса қалай болады екен. Вот осындай. То есть уже интерес болады. Устный договоренность деген нәрсе болады ғой. Ол да тоже матчмейкерге жақсы нәрсе ғой. Жеңілдет, жұмысын жеңілдет. В общем, вот менің ойым негізінде сондай, бірақ мүмкін Асудың командасының ойы басқа сияқты. Судың Хоса Джонсонға қарсы жекпе-жегінен кейін саған осындай ой айтқан болатын, тағы да айтайын. Асудың таңдаған жолы бұл ақырын жүріп анық бас. Мен солай түсініп отырмын. Берген дота беру, түбі ақыры титулдікке жетем. 5-еуін бере ма, 2-еуін бере ма, 10-ын бере ма, дота беру, титулдікке жетем деген. Сондай стратегия, тактиканы ұстанған сияқты. Бұл негізі ұзақ уақыт кететін стратегия ғой. Тіпті бермей қоюы да мүмкін, иә? Еще сен жас емессің, сен мысалы Азат Мақсум сияқты емессің, там бір травмадан кейін жатып, емделеп, саған уақыт уақыт керек қой. Уақыт кетеді. Жарайды, Асуға тек қана сәттілік, көреміз енді қалай болашақта қалай болатын, бірақ негізінде бір жақсы бір претендентский, контендерский, мощный бір бой керек менің ойымша. Өйткені осы жекпеден кейін білмеймін, чувак на 2 поражениях подряд, еще и нокаутом, могут. Сондай бір дивизион терең емес, адам көп емес. Иә. Сондықтан барлық нәрсе мүмкін, егер заменаға шықса, егер тағы бір нәрсе болса, көреміз қалай болатын. Или Кая Сакура егер чемпион болса, онда Асакураға бір тоже бір боец келсе. Короче, не будем сейчас об этом говорить. В общем, посмотрим, как будет, да? Көреміз қалай болатын. Иә, күтейік. Так, ең қызық нәрсе өткен аптада болған, бұл Данияр Қасқаровың мәжіліс депутаты, Қазақстан Республикасының мәжіліс депутаты, поп ММА туралы айтқан сөздері. Білмеймін, неге вообще негізінде, өткен Ардақ Назаровта, Данияр Қасқаровта, тағы басқаларда арасында сондай бір ММА жайлы, сондай бір спорт жайлы айтатын сөздер бар екен. Постоянно говорят. Мен түсінемін, сендер мүмкін басқа салаларда может не разбираетесь, да? Бірақ мәжілісте бұл нәрсе кімге керек? Мен түсінбеймін. Мысалы Ардақ Назаров тоже ММА жайлы бір нәрсе айтқан. Данияр Қасқаров тоже қазір поп ММА жайлы айтып тұр, что ондай жаман әсері бар, жастарға әсері бар, рух файтер деген нәрсе, негатив деген. Ты такой, наверное, есть вещи как-то поважнее, маңызды заттар бар шығар, поп ММА-дан тыс деген нәрсеге. Білмеймін. Сенің ойың қандай? Шынымен де мәжілісте бір көтерілетін тема емес шығар. Иә, соны айтшы. Окей, даже көтерілгеннің өзінде де сол министрлік сонымен бір түбегейлі айналысады дегенге сенбеймін мен. Даже по логике егер бір бел буып билікте отырған ағалар, сен мынаны құртамыз дегеннің өзінде де ол не береді? Окей. Иә,
оны мысалы ресми сен оны ешқалай жаба алмайсың. Ол шоу, иә, мысалы там развлекательный контент, шоу, құжаттар барлығы норм, федерацияның рұқсатын алады, жекпе-жектерін жасайды, там иә спортсмендер профессионалдар емес, дисклеймерін жазады, иә там исключительно развлекательных целях деп. Оны заң тұрғысынан қалай жабасың? Окей, біздің мемлекетте заңдар жұмыс жасамайды, иә, тек қана кабинет пен кресло решает дейді бәрін. Окей, жауып тастау мүмкін, но қара, қазір Африкада рух түсіріп келді, иә. Вот Африкаға барып біреу төбелестіруге біздің билік кедергі келтіре алады ма? Оны сосын ютубқа салуға біреу кедергі келтіре алады ма? Бұл нәрсе уже бөлек. Ол нәрсе мен заң бойынша білмеймін. Оны өйткені рух өздері там стадион арендаға жалға алмайды мысалы там. Иә, олар съемка павильонда жасайды. Сатпайды мысалы. Адамдар келмейді там хардкорға мысалы наматқа секілді. Иә. Бұл вообще бөлек нәрсе менің ойымша. Ну даже вот окей деп айтсыншы, хорошо, жауып тастады деп, по логике. Олар спокойно Қырғызстанға түсіреді, например. Бішкекке түсіріп келу проблема ма не? Барасында сол жер қазақша кәдімгі сөзін ютубқа саласың. Кім ютубқа біздің биліктің әмірі жүрмейді? Ютуб ол еркін кеңістік. Иә. Ол мына жақта штаб пәтер жоқ, оны блокировать етіп тастайды. Сондықтан менің ойымша кішкене ППМ-ға қарсы соғыс ашу как-то. Білмеймін. Мысалы қалаулым бар, қаншама айтып жабайық деп. Вот ешкім жаба алмайды оны. Тағы бір сондай бір деңгейлері бар тағы, иә, жүріп жатыр әлі де. Қосылайық бар. Вот, пожалуйста. Иә. Сондықтан әйел бақыты ма кезінде сондай нәрсе болды ғой. В общем, сондай шоулар телеарналарда көп қой негізінде. Бұл прайм тайм кешке қарай көрсетеді. А YouTube бұл ұнаса көресің, ұнамаса көрмейсің. Бірақ, айта бер. Ол просто, контент, ересектерге арналған контент, как обычно, жазылады. Неше жақтан бастап деген сияқты. Нормальный нәрсе ғой, бүкіл әлемде ондай каждый возрастқа контент бар. Мен в целом проблема емес, и прям поп-мейдің бір керемет әсерін көріп тұрған жоқпын мен. Понятно, белгілі бір аудиторияға әсері болады. Маргинальный бір аудиторияға әсері болуы мүмкін. Но нормальный тәрбие көрген білімі бар адам бұны прикол ретінде қарайды. Өйткені сен поп-мейді реально серьезно қарай алмайсың. Сен оны по приколу қарайсың, и егер басын істейтін түсінетін адам болсаң, сен просто күлесің де қоясың болады. Негізінде маған рух файтинг деген жоба ретінде қатты ұнайды. Өйткені бұл біздің отандық өнім, скажем так. Отандық, ол біздікі, отандық өндірістікі дейсің. Маған қатты ұнайды. Өйткені рух файтингте Ханата пайда болды. Дикий Данияр Дарапос пайда болды. Там болған. Бірнеше там. Апачи. Блин, есімде жоқ, уже представляешь, забыл, я перестал следить. Брюсли, как его? Брюсли, Самалжан. Брат Сани. Сонный красавчик. Бұл негізінде вот, знаешь, вот есть такой сериал какой-нибудь, не знаю, там, комедийный сериал, типа, вот, не знаю, там. Какой ты смотришь? Сериал көресің бе вообще сондай бір хи-ха-ха половить, там, не знаю, там, какой-нибудь интерны, универ деген нәрсе. Кезінде сондай болған. Солдат. Это просто развлекалово. Сондай бір, соған бір серьезный көріп, сондай бір опасность ретінде айтып. Жоқ, сен еще, қараш, сен еще байқадың ба, біздің фриктер бар ғой, сол условный Ханата, Дарабоз, Самалжан дегендерің, олар позитивный да, добрый да, андай. Оларды, мысалы, сен орыстардікін алып көрші, Олег Монгол деген сияқтылар. Ананың, вот условно, неше түрлі фриктер уже есімде жоқ, но андай біздікілері кішкене вайп бар да өздерінің прикольнасы. Ханата сияқты қуғынбай, только Қазақстанда пайда болуы мүмкін еді, мысалы. Или Дарабол сияқты бірлер, мысалы, Мұрат Легенда деген біздің жақта пайда болуы екі талай. Мұрат ол түрінен көрініп тұр, белгілі бір дәрі-дәрмекті қолданатын, плюс кішкене негативный фон бар ол жігітте, мысалы. Біздікілер кішкене басқаша, то есть біздің қазақы
бұл біздікі, деп бұл айтса біздікі. Ну, сөз шыны керек, действительно сондай бір қазақ бір вайпы бар екен. Айта кетейін еще вот сол мысалы там Қанатаның бір қазақша сөйлейтін мәнері, әзілдері өтеді, реально өтеді. Там арасындағы орысша қосады, там брат Сани бар, ол да бар, Дикий Данияр Тарабос, ол да ол қарапайым жігіттер. Менің ойымша сондай бір жақсы керемет жоба, бірақ бұл негізінде оп оңай нәрсе. Біреуде там сен осы нәрсе кінәлі, мысалы там бізде жастар сондай, потому что вот ютубта рухфайтинг бар. Ну, білмеймін. Или там потому что там видеоигры играют пацаны, Counter-Strike там. Сериал вышел, вот этот пацаны, как там? Слово пацана. Вот иә. олар кінәлі. Ну, тәрбие жоқ, бос уақыт көп, ешқандай, ну, айналысатын бір спорттар түрлі де жоқ, там залдар жоқ, мысалы жоқ. Ну, көп нәрсе. Бірақ жабамыз, мыналар кінәлі, мынау рухфайтер кінәлі, оларды сондай бір жастарға әсер етеді, жаман әсер, негатив әсер етеді. Қалай жабасыңдар? Олар действительно, говорю, адам жинамайды, стадион, балуан шолақта адам келмейді, билет сатпайды. Олар тек қана съемканың павильонды алады, түсіреді, ютубқа салады. Ютубтан, ну, запрет қалай қоясыңдар? Тоже, ну, непонятный нәрсе, менің ойымша. Вот примерно солай менің ойым. Білмеймін, қазір еще келесі аптаға Алашбайтқа барамыз. Данияға сол скажет, сендер не айтып тұрсыңдар? Не айтып тұрсыңдар сендер? Жігіттер. Ну, то же самое мазаған можно... шапалақ па? Иә. Ну, то же самое можно сказать про Алашбайт жайлы тоже айтуға болады, мысалы. Там өткен жолы там сол шапалақ, как его? Есімі кім? Вот он. Кипиш. Кипиш, да. Он же тоже прошедший турнир чуть-чуть там кипишнул. Судью толкал, но ну, сондай бір тоже негатив әсері бар ғой. Бар. Поэтому не знаю, білмеймін. Вообще негізінде ММА жайлы айтуға, көп нәрсе айтуға болады негізінде. Бірақ әрбір сосын көбі назар аудармаған дүние бұл ассоциация құру туралы ұсыныс болды еще. Иә. Менің ойымша негізгі Дәкеңнің негізгі жеткізбекші ойы осы ассоциацияны құру болды да. Негізі просто рухфайтингтің несінде, көлеңкесінде қалып қойған сияқты да. Наверное, он сказал, что сондай мәселе бар. Бізде әуесқой федерациясы бар, бірақ кәсіпқой ММА бұл басқа нәрсе. Олар түсінбейді, бұл шоу деген нәрсе. Вот осыларға, вот әуесқой федерацияға, рухфайтерға еш нәрсе істей алмайды негізінде. Еш нәрсе істей алмайды. Мен ойымша. Мыналардың мүмкін сондай бір күші болатын шығар, егер ассоциация бір союз ММА ретінде. Он же говорю, как союз ММА, вот Ресейде союз ММА. Иә, сондай бір типа барлығы қосылып бір ассоциация құру и типа орталықтандыру, түсінуімше тағы бір қосымша, ну, ұжым. Бізді подкасттарда жиі талқылайтын тема ғой. Иә. Реально типа кәсіпқой ММА-ды қадағалайтын деген сияқты. Ну, в целом нормальный идея. Сұрақ тут ММА әлі бізде жұмысы бірегейлендірілмеген, сондықтан алда уақытта пайда болды мүмкін, бірақ әзірше құзырет ММА федерациясының қолында. Бұл андай кішкене бір билік үшін таласта сей. Өйткені по-любому там подковерный ойындар бар да. То есть ана мынаны жақтырмайды, мына федерация мынаны ұнатпайды деген сияқты, мынаған рұқсат бермейді деген сияқты іштегі дүниелер көп қой. Сондықтан кішкене мысалы кәсіпқой ММА өзі еркін өмір сүру үшін, еркін тыныс алу үшін бәлкім бөлек ассоциация керек шығар. Бірақ тағы да ол ассоциацияны кім басқарады? Барлық лигалардың мүдделері қорғанады ма, әлде белгілі бір лиганың адамдары оны құрып алып, сосын басқаларын тұншықтырады ма деген сияқты сұрақтар көпті тағы. Иә, ол да бар ғой. Бұл еще бір айта кетейін, промоушн арасында, Қазақстан ішкі нарықта арасындағы конкуренция бар ғой. Алашбайт бар, Октагон бар, Найза бар, тағы бір басқалар лигалар бар, ол да бар. Ну, мүмкін көреміз қалай болатын болашақта. Ну, негізінде сондай бір ұжым, сондай бір ассоциация менің ойымша керек. Өйткені әуесқой федерациясы дым қатысы жоқ қой. Кәсіби промоушндарға сондай бір ММА
ешқандай Ө- қатысы жоқ. кәсіпқой және әуесқой ММА әрқайсысы өз жолымен жүру керек. Иә. Мысалы Қазақстандағы комиссия бар ғой, бокс, профессиональный бокс, кәсіпқой бокс жайлы. И әуесқой бокс федерациясы бар. Олар бар жұмыстары бөлек қой. Жарайды, политикадан тыс біздің ММА, сүйікті ММА-ге оралайық. Өткен Қарағанды қаласындағы өткен найза туралы найза турнир өтті. Сол туралы айта кетейік. Басты жекпе-жек Фаниль мен персидский дагестанец Мохаммед Хейбати. Фаниль выиграл. Я не думал, что выиграет удушающим, если честно. Ойлаған жоқпын, что бір сабмишным. Но так получилось. Фаниль молодец, выиграл. Но ең қызық нәрсе бұл Фанильдің Дамирге тастаған вызов. Вот сонда қойықшы. В целом бой прошел. В целом я не особо за персом. Фаниль, он ветеран, медийный боец казахстанской ММА. К нему вообще вопросов нет. Но вот Фаниль против Дамира. Қалай саған? Жақсы. Біріншіден, екіншіден логично. Және шынымен де қауіпті соперник. Да? Иә. И там риск пен медикасы пара-пар, да? То есть, условно, Магомедпен төбелессе, риск пен медика бір-біріне сәйкес емес. Бұл жекпе-жекте. Фаниль үшін. Дамир, пожалуйста, ұтылғанның өзінде де, өткен есіңде ме, найзаның Алматыдағы алғашқы турнирлердің бірінде Қуатқа тоже вызов тастап еді ғой? Иә. То есть, бұл даже жекпе-жек болмағанның өзінде де жақсы бір резонировать ететін бір ақпараттық кеңістікте тым болмағанда 1-2 күн жүре тұратын жақсы бір амал. Да жекпе-жек болмағанның өзінде. И даже былай бізге фанаттар тарапынан қарайтын болсақ, мысалы өткенде бір бразилецті алып келді, құлатты, прикольно. Но оны только нелер біледі. Даже іштегі чисто ММА қарайтын фанаттардың жартысына да қызық болмады. Иә. Бұл жекпе-жектің потенциалы жоғары. То есть, нормально прям. Бір көшеден айдалдан келген бразилец мешок емес, заменаға шыққан деген сияқтан. То есть, бәрі көріп жүрген местный спортсмен. Өзіңіз білесің, ішкі недегі лигалардағы жігіттер, өзіміздің жігіттер бірімен төбелескенде әрдайым ең қызық жекпе-жектер шығады. Иә, ол да бар. Прецеденттер өте аз, шетелдіктермен бір қызық болған, в основном өзара, между собойчиктері қызық. Сосын мен мына жерде тағы да кімді Кабардиевті айтып кетейін. Мен кейде аңқаулықтарын түсінбеймін, осы ММА-да жүрген жігіттердің кішкене ақпаратты сезбейді. Қара, Фаниль айтады, Қазақстандағы ең үздік легковес. Түсінбедім мен. Ең үздік легковес. Сол кезде, мысалы, тым болмағанда Инстаграмда Магомед реакция беруді, я что, для тебя шутка здесь деген сияқты. Иә. Мен мысалы, окей, Дамирмен төбелескісі келмейтін шығар, там төбетте бірге жаттық, но ты что деген сияқты. Мен сенің мына жерде сен жүрген лигада чемпионмын мен. У тебя выдуманный пояс на руках, а не настоящий. А ты тут меня обходишь, типа лучшего легковеса хочешь определить. Я что для тебя здесь? Шутка, что ли, деген сияқты. Вот неге маған демейді осындай кезде? Кірсейші осы тусовкаға. Иә. Обязательно төбелеспе, но вкинь. Тем более сен болған жоқсың қаншама уақыт. Өзіңді кішкене еске салып зашейші. Вот осындай моменттерді көбі сезбейді да бізде, өкінішке қарай. Вот Фаниль сезеді. Кімге не айту керек екенін біледі. Бұндай чуйка мысалы Магада жоқ. Тем более вот скоро вернусь деп жатыр. Только локти точу, бірдеңе тренируюсь деген. Прикольно, но не то, что хотелось бы, да? Не то, что хотелось бы. Хочется трештока, потому что арасында соның бір конфликт бар сияқты. Химия бар негізінде. Мысалы, маған тоже, вот, когда он сказал, что определить, кто лучший легковес в Казахстане, я такой, саламат что? Сендерге тоже. Алаш проекті саламат жүрген
Слишком Кириллис получается, что ли? Салмат тоже мог, знаешь, о себе, понятное дело, в другой лиге дерется, но тем не менее, қойын тыңдар, Саламат еще по любителям Дамирді жеңген ғой, білесің ба? Да, поэтому, ну, Вот негізінде, қаншама адам кіріп кетелер де бұл вот, инфоповодқа. вот. Хотя просто в сторис закинуть, там, отметить, сказать, вы что, записать видос, тоже для них же классно. Бізге тоже жанкүйер ретінде, фанаттар ретінде, бізге, ну, движ керек. Бізге бір нәрсе айтатын сөздер керек, бір нәрсе инфоповодтар керек бізге. Сондықтан, ну, индустрия будет двигаться. Қозғалады. А так, что біз өзіміз екеуміз там жай ғана солай диванный матчмейкер ретінде айтамыз, а мынау барлығы ештеңе айтпайды, өздері айтпайды. Или там, знаешь, вот тоже маған ұнамайтын нәрсе. Октагонда жасайды, найзада жасайды. Фото, астындағы бір текст и астындағы имя, фамилия сол спортшылардың. Типа вот он это сказал. Вот. Может, он это вообще не говорил. Там еще так много ошибок, но тем не менее. Такой, ну, не үшін сен істейсіңдер. Я не верю, что это он сказал. Ну, где доказательства? Тоже нәрсе. Ну, вот, егер вот, жарайды. Ну, Фаниль мен Дамир жекпе-жек туралы мен де айта кетейін. Менің ойымша Дамир қазір вот осы өткен алаш брайтын жекпе-жек, Ақтөбеде өткен жекпе-жектен кейін как будто Дамир сондай бір жақсы формада, қазір жеңіл салмаққа жоқ қумайды, 70-ге кейін, да? Это промежуточный уже, кешвей же был, да? 75 па, қанша болған? 73 вроде. 73 па. Видишь, как будто он еще и вырубил с ноги. Когда он последний раз нокаутнул вообще? Дамир 75, кажется, 75. Вот, он промежутке дрался, потому что он такой большой ыры болған, негізінде там сондай бір физикаға көп болған. А вот с таким Дамиром Фанилю, я не знаю, получится нет. Мне кажется, у Дамира ударка поинтереснее будет, чем у Фаниля. Фаниль больше такой вот такой полулюбительский, полупрофессиональный. Ну и Дамир, по сути, тоже. Но Дамир как будто бы острее, что ли. Не знаю, ну такой бой я бы посмотрел бы точно. Ол маңызды емес, олар қалай төбелеседі. Главный төбелесі болды. Понимаешь, движ керек, өйткені бұл да бір ішкі индустрияның. Өткенде, помнишь, Дамир төбелескенде мен мынадай ой айтып едім ғой, что жалпы Дамирдің Қазақстанда төбелескені бізге жақсы деп. Кішкене ішкі ММА-де тірілтеді да. Типа уже, ну, әлемде топ 15-те болған адам қазір там уже не на закате, шаршап быт болып жүрген күйінде емес, карьерасын аяқтайтын. Жас кезінде Қазақстанда төбелесіп жүр. Бұл да бір көрсеткіш. И осындайлар көбейе береді. Бұл ішкі конкуренцияны нығайтады. Бірақ қандай жағдайда нығайтады және қызықтырады. Іштегі біреулермен төбелессе, өзімізге түсінікті біреулермен төбелессе, вот, пожалуйста, Фаниль сұрап отыр. Сондықтан көреміз енді ары қарай келісе алады ма, жоқ па, найза лайықты, Дамир сұраған ақшаны ұсына алады ма, жоқ па деген сияқты. Но в целом бұл инфоповодты жібермеу керек. Бірақ көрдің ба, Дамирді міне андай бір жауабын көрдің ба Дамирдің? Жоқ, көрген жоқпын. Не дейді? Андай бір мире животныхтан бір видео салып қойған, короче. Жолбарыс суға барып, крокодилді бас салып алып шыға ма, бірдеңе сондай типа. И андай бір философский цитата, короче. Ну, типа в этих королях появился новый джунгли, да, или как там было? В этих казах здесь будут газовать, вот примерно с того, да? Ну, сондай категориядан да, ну, вот шығып бірдеңе, конкретно бірдеңе айтсайшы, вот, сөйтем, бүйтем деп, чтоб ары қарай не болатындай, сөз болатындай. Қазір мен саған текст айтайын. Не стоит заплывать туда, где тебя могут съесть, даже если ты в своей среде обитания. Ну, біздің фанаттарға, көрермендерге бұл нәрсе, ну, жектілікті емес, ойынша. Тағы нәрсе керек. Кішкене аздық етеді, мы как будто бы большего хотели, да? И как будто, ну, нужно вот именно сенің жеке сөздерің керек. Ты куда лезешь? Я дрался в лучшей лиге мира. Ты не мой уровень. Вставай в очередь. Иди дерись с кем-нибудь другими. Ты мне не интересен. Я могу согласиться, это легкие деньги. Нурбек Карабала, заплатите мне, я выйду, разнесу его. Вот как-то так.
Пускай это, понятное дело, все на уважение, это чистая работа, никакого там негатива не должно быть в целом трэш-току. Ну, как будто вот жеке бір, ой, сөз керек маған. Ну, не носи, но вот что это, в цитата из контакта, ну, я, честно, ну, недоволен, я не такого хотел развития событий. Помнишь, вот был такой небольшой конфликт Мага мен Фаниль арасындағы, и он сразу там же Мгм. потух. Пацаны, было Да. классно же, а что вы дальше не развили это? Такой все такой, қызық емес. Хотя бы на Ну камеру вот сыграйте. чуть-чуть сондай бір батылдық жетпей ма сөйлеген кезде біздікілер көрдің ба арық сөйлеп семіз шыққысы келеді да, но правила немножко другие. Иә, иә. Семіз сөйлеп семіз шығу керек. Ну главное семіз сөйлеу керек. Арық шығып жатсаң ештеңе етпейді. Иә. Жеңілген жер көтереді демекші. Сондықтан осындай моменттер жіберіп алады да. Наоборот, сендерге жақсы, иә, постоянно упоминание, инфоповод кетеді. Может, интервьюге барасың, анда барасың, мында барасың. Біздегі медийка деген дүниені де осылай түсінеді ғой. Бір-екі жерге интервью беріп келу болды, сосын сен медийнесің, атаң бас. Медийка деген бұл тұрақты түрде бір жұмыс жасау. Және моменттерді қолдана білу, иә. Опа, қазір көріп қалдың ба? Фаниль саған вызов тастаған дейді. Ага, давай, погнали. UFC-де Конорға жеткен жоқпын, дай хотя бы казахского уберу деген сияқты, иә. Ары қарай кете береді. Иә. Сондай моменттер көп жіберіп алады жігіттер біраз мүмкіншілікті, менің ойымша. Жарайды, үйренетін нәрсе көп негізінде спортшыларға. Мүмкін осы подкаст біреулерге әсер етеді, ықпалы мүмкін біреуге бар шығар. Мүмкін біздің көрермен арасындағы сондай бір кәсіпқой спортшылар бар шығар, солар осы подкастты тыңдап все, Исатай Арман айтқандай, мен жекпе-жектен кейін барлық мына братандарға рахмет айтпаймын, мен конкретно біреуге вызов тастаймын. Кстати, по поводу рахмет, давайте осы аптада или тағы бір нәрсе бар ма айтатын? Жоқ, айта бер. Қызық нәрселер, қызық жаңалықтар өткен аптада, осы аптада болатын. Октагон 65 басты жекпе-жек бізде Нұржан Акишев и Мир Камилов уақытша титулға үшін, жеңіл салмақта уақытша титулға үшін. Достон Базоров бар, травмасы жоқ, ештеңе жоқ, только что подрался, временный титул такой. Очень странно, ну, жарит. Мүмкін, ну, в будущем согласится ли потом драться Достон Базоров против Нуржана Акишева? Менде есть сомнения, дейсің ба? Ну, негізінде бізде қазір әлі ресми карт әлі жоқ, Таполда жоқ, Октагон Инстаграмда жоқ, жай ғана жеке-жеке посттар шығады. Тимур Қуаныш шығады, мысалы там проспектілер, бірнеше проспект шығады. Ну, сондай бір классикалық карт, бірақ маған негізінде айта кетейін, не нәрсе қызық, қандай жекпе-жек қызық. Ну, понятное дело, Нұржан Акишев титул жекпе-жек, бірақ маған жеке өз басым, маған вообще в целом вот это подписание маған қызық. Фазлидин Мадрахимов, которого подписали. Екіншіден, что он проведет поединок дебютный на турнире Октагон 65. Соперник неплохой, Абусар Израил Уло. Мы, кажется, его видели, не видели, я не помню, если честно. Не помню, надо посмотреть сейчас его. Если он дрался, точно, значит, мы не видели. С кем он дрался? Надо глянуть. Но, тем не менее, давай вот этот про Фазлидина поговорим. Что его подписали. Причем подписали он несколько боев сразу же. То есть там долгосрочный контракт. Бір жекпе-жекке емес, бірнеше жекпе-жекке. 6 ма, 5 ма, 3 ма, 4 ма, ну, сондай бір маңызды емес, бірақ біз Фазлидинді көп көреміз. Еще ол Фазлидин жеңіл салмақта, 70 килограмм. Один из самых таких конкурентных, интересных весов. Кто такой Фазлидин? Почему я так взволнован его подписанием? И почему это интересно для Казахстана? Звездный тәжіктер болмаған біраз болды. Екіншіден, мына 70 келіде кішкене тәжіктер жетіспейтін сияқты. Кішкене өткені өзбектер жағына дисбаланс болып бар жатыр да. Иә. Мысалы, қазір чемпион өзбек. Временныйға өзбек таласады.
одан барып Али Худжаевты қос, Мұхаммаджан Курбановты қос оған апарып. Сосын соңғы турнирде Асад деген, Асадбек деген жігіт болды. Ол жақсы ударник. То есть прям легковестер көпті. И енді барлық өзектер болып кетсе онша емес. Қазір Қазақстаннан легковестер ешкім дұрыс қалған жоқ. Тәжібаев бар, но пока непонятно что дальше. Олардың арасында Акишев қана жүр. Жаңағы сен айтқан жігітке келетін болсақ, Фазлидин бізде Мадрахимов қой, хардкордың двойной чемпион. И түсінуімше бұл жігіт Ресейден депортацияланған. Ресейге кіре алмайды, сол себепті ол хардкорға қатты керек емес қазір былайша айтқанда. Сол үшін Алматыда төбелесті ғой, титулын Алматыда қорғады ғой. Титулынан айырылып қалды Алматыдағы турнирде. То есть, идеально келіп тұр да барлығы. Жұмыссыз қалды, Ресейге кіре алмайды, қайда келеді? Оппа! Өте жақсы бір приобретение, қосылып жатқан адам. Менің ойымша 70 салмақ бұл жігіттің қатысуымен қыза түседі кішкене. Болашаққа зор екенін айта кетейін. Фазлидин сондай бір аудиториясы бар. Таджик жанкүйерлер, болельщиктері негізінде сондай бір қолдау такой мощный оларда поддержка, потому что раньше они посещали турниры. Даже тот Камиль Каратэ. Камиль Каратэ жарайды, түсінеміз, там миллиондаған аудиториясы бар, 1 миллион там подписчиктер бар, көп адам. Бірақ мынау Фазлидин спорт жағынан қарасақ та медийкасы бар, аудиториясы бар, жақсы бір подписание, жақсы бір боец, мен ойымша спортшы. С кем будет драться, хотелось бы, чтобы с какими-то там нашими местными бойцами подрался, хорошими, или, к примеру, там узбекское, таджикское какое-то противостояние было, да, Достом Базаров, может, и на него выведут его, тоже классно, для октагона и для всех тоже классно, то есть, может быть, я за то, чтобы рекорды бились не с участием Камиля, Одил Хоуна, знаешь, не с участием Еркеблана Тохтара, а вот рекорды бились и достигались за счет спортсменов реально. Вот это я хочу. Тогда такой, все, тогда вот все, мы все делаем правильно. Мин Сюмше Фазлидин еще, кажется, в Алмату переехал, потому что у него в Инстаграме стоит локация, как Алматы написано. Так что он даже сейчас не может быть. Поэтому, не знаю, почему многие не мониторят, а Октагон в этом плане молодцы, конечно. Не знаю, кто к этому причастен. Посмотрим, как будет. Зависит от первого боя, как подерется. И что будет делать, тогда уже будет понятно. Қазір ұтып алса уже ары қарай қыза түседі по-любому. 70 килограмм қазір өте қызықты салмақтардың бірі, сондықтан жұмыс табылады. Там есть с кем подраться. Так, еще 70 килограммда басты жекпе-жек бұл бізде Нұржан Акишев и Мир Камилов. Так, кім бар? Бар ма бір нәрсе айтатын Акишев Мир Камилов жайлы? Мағланбек, мысалы қара, осы жылы 4-ші жекпе-жек өткізеді бірге. Мағланбек Мир Камилов 2024 жылы ғана лигаға келген адам. Міне 10 айдың ішінде титульник алып отыр. Январьда төбелеседі, Абдурахман Омарзақовты ұтады. Одан кейін барып Жансерік Жақсығұлын ұтады, мамыр айында, және тамыз айында Фарход Давлетовті қылқындырып кетеді. 3 победы подряд октагонда. И пожалуйста, титульник за время жылдың бір жыл, получается 10 айдың ішінде 4 жекпе-жек, бұл 2 айда бір рет төбелескен ғой мына бала. Опыт все-таки аздау сияқты, и кішкене жастық та бар, менің ойымша. Скорее всего, біз 5 раунд көреміз, и Акишев алады деп ойлаймын. И Акишевтің алғаны кішкене лига үшін де қызығырақ болады. Потому что Қазақстанның қазақ чемпионы пайда болды. Ол бір, сосын ар жақта там Базоров, Али Худжаев деген тусовканы кішкене араластырады да, мына жақтан Фазлидин қосылады, қызығырақ болады. Мир Камилов, конечно, ұта алады, көз жанып тұрған жас бала. Все, что угодно можно ожидать. И в целом бас дейді.
IQ бар екен көрініп тұрды, әсіресе кім Фархат Даулетовқа қарсы жекпе-жекте байқалып қалды. Прям бас тиетін бала екен, сондықтан недооценка деген болмасын, но в целом Макишевті фаворит көремін бұл жекпе-жекте. Тағы бір қызық жекпе-жектер бар ма? Сені қызықтыратын жекпе-жектер. Сосын тағы бір попомашниктерді тауып алыпты анау Рустам Гангстер, андийский бірдеңе дегендер. Ол кімдер ол? Білмеймін, бір тоже попомашниктер, былай инстаграмдарын қарадым, нормальный екен. Прокачанный инстаграмы, короче. Анау кім бар ғой? Кто гангстер, я гангстер деген. Соның несі бар, брачкасы бар, братаны ма, брачкасы ма, рухта төбелесетін, соны октагонға алып алыпты тоже. Он боксы жаман емес, он только боксы неплохой, оны білет бокс, айналысқан видимо аналар. Гангстер, түсіндім, рухта шыққан, да? Сосын анау андийский деген, по-моему, какой-то дагестанец бірдеңе. Хайпта төбелеседі. Жарайды, түсіндім. Бұл Суланың жеке тікелей жұмысы сияқты. Сула өзі сол эфирді өткізген инстаграмда. Сулада сондай бір талант бар негізінде. Тауып, келісім жасап, договориться со всеми. Сол жағынан мықты жігіт негізінде, который Нұрсұлтан. Еще біздің сүйікті бір Еламан шығады ғой, Сейілхан. Қарсыласы жаман емес негізінде. Серхан Валили рекорды тоже жаман емес. 10-8, Еламанда Сейілханды қазір 3-0. Біз әрбір подкастта айтамыз, Еламан сияқты болыңдар. Әрбір спортшы, әрбір кәсіпқой спортшы солай істеу керек. Өз жекпе-жегін раскачивать, прокачивать, спонсор тауып, ақшасын біреу братандарын алып, солай жеріндер, солай жасандар. Билет сатуға, жалпы турнирге деген қызығушылық тудыруға мүдделісіңдер. Кем болмағанда бір үш адамды қызықтырып алып келу керексіңдер. Өздерің родной туыстарыңда емес, именно аудитория іздеу керексіңдер да постоянно. Роял Лилизаде, айта бер. Все. Роял Лилизаде шығады еще. Он же дрался за пояс последний бой. Последний не дрался же, да? Я одан кейін төбелескен жоқ. Роял шығады. Келечек Топчыбай ұлы. Біз Келечекті тоже білеміз, кажется, да? Болды октагонда. По-моему, 2 рет даже. Октагонда болды. Еламан Жетпісбай и Жахангир Нажмединов. Жахангир негізі жақсы спортшы. Еламан да жақсы спортшы негізінде. Осы жекпе-жек бір-біріне сайық прям. Хороший матчмейкинг. Мына жекпе-жекте хороший матчмейкинг. Мен енді ғана осы дәл қазір осы Октагон лигасының инстаграмда отырмын. Әрбір постты қарап, осы нәрсе, мысалы Лилизаде Топчыбай ұлы бұрында рейтингде қандай орында тұрған екені, бұндай цифрлар бұрын жоқ сияқты. Қазір Лилизаде мысалы 4-ші орында тұр, Топчыбай ұлы NR деген. Not рейтинг, я так понимаю. Уровень. Қайдан пайда болды? Это деңгей, братан. Деңгей дейсің, это деңгей. Мысалы там Миркамилов 6-ші орында тұр, Акишев 1-ші орында тұр. Мысалы рейтингда жеңіл салмақта 70 килограммда. Ресми әлі карт жоқ, бізде де карт жоқ, Топов жеді карт жоқ, сондықтан сондай бір нақты айтатын негізінде жекпе-жектер жоқ дейсің ғой. Сондай бір бас жекпе-жектер, қызық жекпе-жектерін айттық, бірақ көреміз қалай болатын. Мүмкін турнирдан кейін Zoom арқылы тағы бір бөлек жеке арнайы ерекше подкаст болатын сияқты. Турнирдан кейін көреміз. Уәде бермеймін, бірақ көреміз қалай болады. Бар ма? Тағы бір нәрсе? Қайтесің? Жоқ, қайтесің уәде беріп, пәлеге қаласың сосын. Онда біз қоштасамыз, біздің подкаст тәмам. Осымен сендерге үлкен рахмет, мың алғыс. Әрбір комментарий, әрбір пікірге, әрбір лайк. Бірақ айта кетейін,
подписаться деген нәрсені басыңдар, батырмасын. Осы арнаға тіркеліп жазылыңдар. Бұл нәрсе бізге өте маңызды. Өте маңызды, айта кетейін. Вижу, смотрят, но не подписываются. Очень мало подписок. Сондықтан, давайте. Бұларың ұят екен енді. Біз уже соңғы подкасттарда уже дана сұрамаймыз. Жарайды, ақша уже керек емес, біз түсіндік. Мен өзім жеке басым түсіндім, уже ақша ешкім жібермейді. Жібермейді, жарайды. Хотя бы вот осы арнаға тіркеліп жазылыңдар. Давайте, жазуға ұмытпаңдар. Там всего лишь, это бесплатное дело. Басасыңдар болды. Бізге бұл нәрсе маңызды. Өйткені көп егер подписчик болса, көп оқырман болса, онда бізге де серьезный бір жақсы бір демеушілер келеді, жарнама берушілер келеді. Сондықтан давайте, газ, как говорится. Сілтемер барлығы астына болады. Витаман KZ, Cambridge Академия, біздің жеке Instagram, Telegram, Исатайдың жеке YouTube арнасы, менің жеке YouTube арнам. Соғандар тіркелеп жазыңдар. Все, болды ма? Болды. Все, всем ассаламу алейкум. Давайте.